Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін 2021 жылдың қаңтар айының 5-ші жұлдызы. Өздеріңіз көріп отырғандай, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бүгін ұлттық мүддеге сай тарихымызды жазар уақыт келді деп айтыпты. Шынына келсек, тәуелсіздік жылдарында бірнеше рет қолға алынғанына қарамастан, ұлттық мүддемізге сай келетін көп томдық жаңа тарихымыз әлі толық жазылған жоқ. Оны тұжырымдамасын бұған дейінгі олқылықтарды ескере отырып, қайта қарап, жаңа ғылыми ұстанымдар мен жаңалықтардың негізінде тыңнан жазатын уақыт әлдеқашан келді. Барлық оқулықтар осындай іргелі еңбекке негізделіп әзірленеді. Бұл ұлт шежіресін дәріптеу тұрғысынан алғанда стратегиялық маңызы бар мәселе. Сондықтан Қазақстанның академиялық үлгідегі жаңа тарихын жазуды дереу бастау керек. Түптеп келгенде тарихи сананы жаңғырту мәселесінің түйіні осы. Бұл іске беделді тарихшыларымызды тарту қажет. Деген екен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев. Осы бойынша түп-тұқияннан өзіме шейін деген кітаптағы шежірені алатын болсақ, бізде шежіренің, қазақтың тарихында шежіренің бірнеше нұсқасы бар екен. Мысалға, мына нұсқа Әннәс сахабадан таратып жатыр ғой қазір. Арабтардан тарайды деп қазақтарды. Мынау сол нұсқа болу керек. Шежіренің бірінші нұсқасы дейді. Мәлік, Анас, Мағаз, Жайыл, Сейіл, Аққурай, Алаш, Жайылхан дейді. Майқы-би, Майқы-бидан Қазақ, Созақ, Қарақалпақ дейді. Қазақтан Ағарыс, Жанарыс, Бегарыс, ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз дейді. Ары қарай Үйсін, Жалайыр, Қаңлы, Арғын, Найман, Қыпшақ, Тарақты, Ысты, Сіргелі. Осындай шежіренің нұсқасы бар. Ау шежіренің екінші нұсқасы дейді. Мәшһүр Жүсіптің нұсқасы екен. Ғақаша деген адамнан тарайды екен. Арғы атамыз болады екен дейді. Ғақаша, Ермардан, Мәлік, Хазірет, Сейілхан, Жайылхан, Айырғалпақ дейді, Қазақ дейді. Мына нұсқа Қазбекбектің түп-тұқияннан өзіме шейін кітабындағы нұсқасы осы. Міне Алаш, қазақтың ұраны Алаш қой енді. Керегеміз ағаш, ұранымыз Алаш дейміз. Жалпы екі адамнан таратады бұл жерде. Қадыр, Қалша деген. Қадыр, Қалшадан Алаш, Алаштан Жайыл, Жайылдан Қазақ, Қазақтан Жұман, Тұман, Арыс, Сабыр дейді. Арыстан, Арыстың 6 баласы болады. Ақпан, Жан, Бал, Бек, Бол деген. Ақ деген Ақ пен Пан, Ағарыс, орта жүз, Жан деген Жанарыс, Бек деген Бегарыс дейді. Одан жаңағы шежіре ары қарай орта жүздің шежіресі кетеді. Мына кітаптың авторы, бұл кітап жаңағы Әкем Асқар тауым деген өлеңдер жинағы ғой енді. Кітаптың авторы орта жүздің Арғын руынан, Арғын руының жаңағы ұрпағы ғой. Сол кісі осы Қазбекбек Тауасарұлының кітабына сілтеме жасап отырып, осындай схема жасапты. Тоқаев мырзаның айтып отқаны жаңағы өзіміздің тарихты жаңаша жазып шығу керек дейді ғой. Осыған қатысты мына Егінбайұлы Нәжімеден деген кісі кітабында былай деп жазыпты. Өздеріңіз көріп отырғандай дейді, қазіргі тарихта қалыптасқан көзқарастардан мүлдем өзгеше деп түп-тұқияннан өзіме шейін туралы айтып отыр. Ал қазіргі тарихты алсақ дейді, оның негізі жазба түрінде орыс зерттеуші ғалымдары
Левшин, Вильяминов, Зернов, Аристов, Потанин тағы басқаларының еңбектеріне сүйеніп құрастырылған дейді. Осы адамның түп-тұқияннан өзмешен кітабының шыққанына ширек ғасыр толып қалса да, қазіргі тарихшыларымыз бәлен томдық Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерін 2010 жылы шығарып отырып, ана орыс былай деп жазып кетті, мына орыс былай деп жазып кетті деп жазудан бастарын ала алмай жүрген көрінеді. Сол орыстар зерттеуші тарихшысынан бұрын орыс патшасының қазақтың елін бағындырып алу үшін жіберілген тыңшылары екенін біздің тарихшыларымыздың естеріне кіріп те шықпайтыны көрініп тұр. Сол адамдардың зерттеулеріне сүйеніп, керегін асырып, керексізін жасырып, орыстар қазақтарға жазып берген тарихына бәлен жыл өтсе де, біздің тарихшыларымыз тотығыстар сияқты қайталауын қоя алмай жүр. Әрине, Қазбекбек Тауасарұлының жазғанына күмән келтірмей еңбегін мойындайтын болса, өздерінің бәлен жыл тарихшы болып, босқа еңбек ақын алып жүргендерін мойындауға тура келеді ғой дейді. Мысалы, арабтар, қожалар қазақтың шежіресін өздеріне бұрмалап алғандары айдан анық көрініп тұр. Қазіргі орын теуіп алған шежірелердің нұсқалары соның дәлелі. Неге десеңіз, Ақтабан шұбырындыда қазақ елі бас сауғалап, жан сауғалап туған жерін, дүние мүлкін тастап, кем дегенде 50 жыл ала сапыранда жүргенде адамдардың тарихты ойлайтын, жазатын мүмкіншілігі болған жоқ дейді. Бұл түп-тұқияннан өзмешен кітабы енді ата шежіре ғой. Қазбекбек өзінің 90-ға жуық атасын жазып беріп кеткен. Сол бойынша жаңағы Егінбайұлы Нәжімеддиннің айтуы бойынша кітапта бүйтіп жазады екен: осы сұрақтарға Қазбекбектің шежіресінен жауап іздеп ойланып көрсек, мынадай тұжырымға келуге болады дейді. Жоғарыда айтылғандай, қазақтар сақтар мен ғұндардан тарқамай, керісінше сақтар мен ғұндар қазақтан тарқаған шығар. Осы ойдың дұрыстығын Қазбекбек шежіресінде сол тайпалардың атауларын арыстың, алты алашының ұрпақтарының есімдерінен көріп отырмыз. Олар Болдың екінші баласы Шақ, кей халықтар сақтарды Шақтар деп те атаған. Және Жанның, Жанарыстың екінші баласы Құн. Осылардың ұрпақтары әрқайсысы өз кездерінде жоғарыда Қыпшақтар құрған империясы сияқты билік құрып, бүкіл қазақтарды басқарып отырған болып тұр ғой дейді. Күшейіп кеуделерін қағып, беттеріне жан қаратпай, өзге ағайынды тайпаларды бағындырып билікте тұрған кезде қазақ деген атауды менсінбей, өз атаулары бүкіл әлемге жайылғандықтан қазақтың бәрін сол атаумен атап жүрген көрінеді. Кейіннен нашарлап, қолдарынан билік кете бергенде өздері өшіктіріп алған ағайынды тайпалардан таяқ жей бастайды. Сонда сабаларына түсіп, естеріне алып, бәріміз де бір қазақтың баласы едік қой деп кішірейіп қазақ атауына қайта оралып отырған шығар. Бұл жағдайда олар күшейіп тұрған кезіндегі атаудан құтылуға асық болулары керек. Сондықтан ел ішінде ондай халық болмағандай атаулары тез ұмытылып отырған дейді. Мына сіздерге Қазбекбектің өзінің ата шежіресін жазып, өз түп-тұқияннан өзмешен деп аталады ғой кітап. Содағы нұсқасын көрсетейін. Менің түп-тұқияннан өзіме шейінгі айтар шежірем тәмам болды. Нұсқалап әңгімелер болсам, ол былай келеді. Алғашқысы біздің атамыз Қадыр Қалша, Алаш, Жайыл, Қазақ, Жұман Тұман, Арыс, Ақпан, Жан, Бол, Бек, Бал, Кейкі, Төбей, Бақтияр, Қотан, Үйсін, Бай, Шора, Алым, Есен, Асау, Жүз, Дәу, Елсау, Нулы, Абыл, Қайыр, Бақ, Таң, Пәр, Мән, Майқы, Ұзын, Сақ, Ақыш, Ал, Иба, Райым, Бармақ, Он, Тағар, Озбай, Оқбай, Егін, Азбек, Әшеке, Үйсіл, Сақал, Ақ, Майып, Қараш, Бәйдібек, Жалманбет, Шапырашты дейді. Ыстық, Күрт, Абадан. Міне осы аталарының аттары. Сонау Тауасар өзінің әкесіне дейін, одан кейін өзі міне Қазбек, Байкөбек, атам деп. Мен санап шыққан болатын, 90-ға жуық атасын жазып кеткен осы кітапта. Ата шежіреде.
Қазіргі орта жүздегі арғын руы туралы айтатын болсақ, мына Түп-Тұқияннан өзіме шейін кітабында жаңағы Арыс деген кісінің 6 баласы болған ғой. Жан, Бол, Бек, Бал деген. Сол Жан деген кісіден Ар, Құн деген 2 бала болыпты дейді. Ардың Су, Ау, Қаз, Құнның Шылап, Мас, Хат деген балалары болыпты дейді. Қазіргі арғын деп жүргеніміз осы 2 ұлы адамның 6 баласынан тараған ұрпақ. Олардың бірігіп арғын аталуы Алтайға ауған заманнан қалған дейді. Жаңағы Егінбайұлы Нәжмиденнің версиясы бойынша ғұндар деп жүр ғой, қазір гуны деп, гундар деп жүргеніміз осы құн болуы әбден мүмкін. Ар мен құн деген. Қазақтар сақ пен ғұннан тарамайды, демек сақтар мен ғұндар қазақтан тарайды деп. Осы кітапта Түп-Тұқияннан өзіме шейінде солай берілген ғой, ата шежіреде. Біз әлі шейін сол орыстардың жазып берген тарихы, сол қазақ бірікпеген осы 15 ғасырда ғана пайда болған деген сияқты тұжырыммен әлі шейін жүрміз. Қазіргі тарихшыларымыз осы бәріміз бір атаның баласы екенімізді жазып бере алмай, осы Қазбек Бектің кітабына сілтеме жасай алмай жүр. Мемлекет басшысының айтқанының бәрі дұрыс. Қазақ тарихын жаңадан жазып шығу керек. Ол үшін мына кітапты негізге алу керек. Түп-Тұқияннан өзіме шейін кітабын. Осы кітапта бүкіл ақиқат жазылған деп ойлаймын. Бүгінге осы видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.